Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қисық сызықты трапеция және оның ауданы, анықталған интеграл. Сабақтың мақсаты: бүгін сабақта сіз анықталған интегралды есептеуді үйренесіз. Өздеріңіз байқағандай, бүгін біз анықталған интеграл есептеуге есептер шығаратын боламыз. Есептерді табысты шығару үшін өтілген материалды я жоқ ойыны түрінде қайталап алайық. Қазір экранда бірнеше математикалық сөйлемдер көрсетіледі. Егер көрсетілген сөйлем дұрыс болса я деп, қате болса жоқ деп жауап бересіз. Ендеше бастайық. Берілген теңдік дұрыс па? Келесі сөйлем. Берілген анықталған интеграл үшін f от x dx өрнегі интеграл астындағы функция болады. Берілген интегралдардың қосындысын бір интеграл арқылы жазуға болады. Берілген анықталған интеграл үшін b саны төменгі шегі, a саны жоғарғы шегі. Берілген теңдік дұрыс па? Соңғы сөйлем, берілген теңдік дұрыс па? Оқушылар, тапсырмаларды орындай алдыңыздар ма? Егер сізде сәйкес келмеген жауаптар болса, мұғаліміңізбен талқылаңыз. Енді есептер шығаруға көшетін боламыз. Қалам дәптерлеріңізді дайындап, тапсырмаларды жазып отырыңыздар. Бірінші тапсырма. Берілген анықталған интегралды есептеу үшін түбірасты 2 санын интеграл белгісінің алдына шығарып алған тиімді болады. Алғашқы функциясын тауып, атылы бөлшектен құтыламыз. Же ал функциясын ықшам түрде жазып аламыз. Тек содан соң ғана жоғарғы төменгі шектерін орындарына қоямыз. Бұл жерде 8-дің 3 дәрежесінің орнына 8 көбейтілген 64 деп жазған тиімді. Өйткені осылай жазғанда ғана біздер түбірді тез есептей аламыз. Сонымен айырманың мәні 18,3-2. Келесі тапсырма. Егер анықталған интегралдың мәні 18 болса, онда интеграл астындағы функцияның белгісіз коэффициентін табу керек. Берілген тапсырманы шешу үшін біз алдымен теңдіктің сол жағын бөлек есептеп аламыз. Алғашқы функциясын тауып, оны ықшам түрде жазып аламыз. Сонан соң жоғарғы және төменгі шектерін қойып, айырманың мәнін есептейміз. Айырманың мәні 48 қосылған 2-ден 15 аға тең болады. Бұл есептің берілгендегі теңдіктің сол жағын түрлендірудің нәтижесі. Енді оны 18-ге теңестіретін болсақ, сызықтық теңдеу пайда болады. Бұл теңдеудің шешімінен -4 саны шығады. Сонымен есептің жауабы а тең болады -4. Берілген интегралдарды салыстыру керек. Салыстыру үшін алдымен әр қайсысын жеке есептеп аламыз. Бірінші интегралды есептейтін болсақ, 5 косинус 2-ден x-тің алғашқы функциясы 10 синус 2-ден x болады. Енді жоғарғы және төменгі шектердегі мәндерін қойғанда, нәтиженің 10-ға тең болатынын көреміз. Келесі интегралды есептеп аламыз. Алғашқы функциясын тауып, шектерін қойып, айырманың мәнін табамыз. Нәтижесі 1-ге тең. Енді пайда болған нәтижелерді салыстыру арқылы біз есептің қойылған сұрағына жауап бере аламыз. 10 1-ден үлкен болғандықтан, бірінші интеграл екінші интегралдан үлкен болады.
Төртінші есепте модульмен берілген функциядан анықталған интеграл есептеу қажет. Осыған дейін сіздер интеграл есептеу ережелерімен, кестелік интегралдармен таныстыңыздар. Бірақ олардың ешқайсысында да модуль бар функциядан қалай интеграл табылатын туралы айтылмады. Демек, интеграл есептеу үшін алдымен модульдан құтылып алу керекпіз. Ал модульден құтылу үшін оның анықтамасын қолданамыз. Модуль астындағы өрнектің нөлін анықтаймыз. Берілген есеп үшін ол 0 саны болады. Енді осы санды сан осіне орналастыратын болсақ, ол интегралдау аралығын 2 аралыққа бөледі. Модульдің анықтамасы бойынша бірінші аралықта модуль минус таңбасымен ашылады, екінші аралықта модуль плюс таңбасымен ашылады. Енді осы жасалған қорытындыларды пайдаланып, біз берілген интегралды екі интегралдың қосындысы түрінде жазамыз. Минус 1-ден 0-ге шейін модульді біз минус x түрінде аштық, 0-ден 1-ге шейін модульді x түрінде аштық. Бұл жерде анықталған интегралдың қасиетін қолдана алмаймыз. Себебі интеграл астындағы функциялар әртүрлі. Пайда болған интегралдарды жеке есептеуге тура келеді. Әрқайсының алғашқы функцияларын есептеп аламыз. Содан соң жоғарғы және төменгі шектердегі мәндерін қойып, айырмасын есептейміз. Бірінші интегралдың нәтижесі 2-ден 1, екіншісінің де нәтижесі 2-ден 1-ге тең. Енді осы нәтижелерді қосу арқылы есептің жауабын аламыз. Жауабы 1-ге тең болады. Бұл есепте де модуль бар функцияның анықталған интегралын табу керек. Алдыңғы есепте айтқанымыздай, алдымен модульдің нөлін есептеп аламыз. Ол минус 1 санына тең болады. Енді ол санды сан осіне орналастырсақ, интегралдау аралығы, минус 2-ден 0-ге дейінгі аралық 2 аралыққа бөлінуін көресіз. Модульдің анықтамасы бойынша бірінші аралықта модуль минус таңбасымен ашылады, екінші аралықта плюс таңбасымен ашылады. Олай болса, минус 2-ден минус 1-ге шейін модуль белгісін алып тастап, алдына минус қойып жазамыз, ал минус 1-ден 0-ге шейінгі интеграл жазған кезде, оны оң таңбамен ашып, x плюс 1 түрінде жазамыз. Модуль белгісінен құтылған соң, біздер интегралды есептей аламыз. Бұл жерде анықталған интегралдың қасиетін қолдануға болмайды. Өйткені интегралдардың таңбасы әртүрлі. Әрқайсынан жеке алып функция табамыз. Шектерін қойып, жоғарғы шектің мәнінен төменгі шектің мәнін азайтамыз. Және пайдаланған нәтижелерді қосу арқылы 1 деген жауап аламыз. Сонымен есептің жауабы 1-ге тең. Келесі есепке көшелік. Бұл есептің алдыңғы есептерге қарағанда ерекшелігі бар. Сондықтан мұқият тыңдап отырыңыздар. Көріп отырғандарыңыздай, модульдің нөлі 0-ге тең. Бірақ біз оны сан осіне орналастыратын болсақ, ол интегралдау аралығын ешқандай ығымайды. Яғни интегралы толығын оң болған аралықта жатыр. Демек, 1-ден 2-ге шейінгі анықталған интегралды есептеуін модуль белгісін алып тастап, оң таңбамен ашып жазамыз. Сонда бізде бір ғана интеграл пайда болады. X-тің алғашқы функциясы 2-ден x-тің 2 дәрежесі болады. Шектерін орнына қойып, мәндерінің айырмасын табатын болсақ, 1,2-ден 1-ге тең. Сонымен есептің жауабы 1,2-ден 1 болады. Оқушылар, сіз бүгін анықталған интеграл есептеуге есептер шығардыңыздар. Сіздерге енді осы тапсырмаларға ұқсас есептер беріліп отыр. Тапсырмаларды табысты орындау үшін осы видео сабақты тағы бір рет мұқият тыңдап шығу ұсынылады. Берілген есептерді шығарып болған соң, дескриптор бойынша өзіңді тексеріп шық. Нәтижесін мұғаліміңе жіберіп, кері байланыс жаса. Сонымен қатар, Білімленд сайтына берілген QR коды арқылы өтіп, тест жұмысын орындау ұсынылады. Ендеше іске сәт.
Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.